Арма ардақта ағайын, біз бүгін туған ауылымыз Құлқұдыққа келіп тұрмыз. Бүгінгі біздің сұхбатымыз Құлқұдық ауылының тумасы, бүгінде жас болса да ұлы өнерді, соның ішінде дәстүрлі ән өнерін дәріптеп жүрген өнерпаз ініміз Жүсіп Арыстанмен кереметтей ерекше форматтағы таза ауада таудың баурайында сұхбат алатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мінекей қадірменді ағайындар, әлгінде өзіміз айтып өткендей, бүгін біз Құлқұдық ауылымыздың іргесіндегі қасиетті әулие Елдер атамыздың шыңының жанында, яғни таудың баурайында таза ауада сұхбатымызды бастағалы отырмыз. Расында да қазақ даналығы таудың баласы тауға қарап өседі дейді. Ендеше сол сөзді бүгін біз дәріптеп, керемет келелі сұхбат жүргіземіз деген ойдамыз. Бүгінгі сұхбатымыздың басты кейіпкері туған ауылымызда талантымен, өнерімен танылып жүрген, соның ішінде қазақ халқының дәстүрлі ән өнерін дәріптеп, қолына домбыра алып жүрген, серлік құрып жүрген ініміз Арыстан інімізбен бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Ал Арыстан, мінекей бүгін ерекше форматта өзіңмен таза ауада ауылымыздың тау тасында отырып ерекше сұхбат алғым келіп отыр. Алдыменен сұхбатты әріден бастасақ, жалпы өзің туралы, балалығың қайда өтті, өнерге қалай келдің, сол жөнінде айтып берсең. Қайрат аға, не дейміз, қош келдіңіз міне сұхбатқа бүгін. Мен Жүсіп Арыстан Еділұлы, Құлқұдық ауылының тумасымын негізгі. Қазіргі таңда Құлқұдық ауылында өмір сүріп жатырмын. Жастайымнан осы Құлқұдық ауылында ағаларым, аталарым домбыра тартып, өлең айтып, өзі шағын ғана ауыл болғаннан кейін солай өлең айтып, домбыра тартып жүретін. Соған қызығып қарап, бүгінгі таңда қазір қолыма домбыра алып, домбыраны сол ауылда отырыс, туылған күн, мерекелік жиындарда ән салып, халыққа қызмет қылып жүрмін. Бәрекелді, рахмет. Енді көпшілікке түсінікті болу үшін анығырақ толықтырайын. Жалпы Құлқұдық деп отыр, туған жерім Құлқұдық. Біздің мынау Құлқұдық ауылына қарасты іргесіндегі әрісі 80 шақырым жердегі ауылға қарайтын шағын аядай ауыл. Сол ауылда туылған біздің мінекей Арыстан бүгінде Құлқұдықта бақытты жасап жатқан жастарымыздың бірі. Бәрекелді, расында да баланы өнерге баулу, баланың өнерге деген қызығушылығы сол бала күнінен басталады ғой. Ал енді Арыстан, келесі сұрағымды қояйын. Мына бүгінде ауылымызда қандай қызметте жұмыс жасап жатсың? Жалпы атқарып жүрген қызметің жайлы айтып өтсең. Қазіргі таңда Құлқұдық ауылында балалар бақшасында жұмыс жасап жатырмын. Сақпоздық жұмысым. 3-ші санды. Сол балаларға нәрестелердің арасында жүріп, соларға өлеңді айтып берем арасында домбырамен, мерекелік кештерінде. Енді запқоз деп қарап қалмай, расында да бойдағы талантымызды тұншықтырмай, осындай домбырамен ән өнерін дәріптеп жүргеніңе үлкен рахмет. Ол да біздің халқымыздың мәдениетін дамытуға деген сенің бір зор үлесің шығар. Ал енді жалпы сенен мен осы орайда бір ән сұрағым келіп отыр, қолқа салғым келіп отыр. Бүгінде расында да терме өнерін айтып жүрген біз білеміз, көріп жүрміз, естіп жүрміз. Олай болса, жақсы бір қонақ кәде болсын, сенен терме естіп. Дәурен көшіп барады, қарайламай, құбылады күн сайын, қалай, құбылады күн сайын, қалай. Сенің алтын сәулеңе не жетеді,
жарқыраған дүние шыр айналған, жарқыраған дүние шыр айналған. Дүние шіркін, өтер бір күн, жарқыраған қайдасын ойын күлкі. Дәурен бастан көшкен соң қайран дүние, дидарыңды қайтейін, тіл байлаған. Дидарыңды қайтейін, тіл байлаған. Құрбы құрдас кешегі бірге ойнаған, жүздеріңді сағындым, нұр жайнаған. Жүздеріңді сағындым, нұр жайнаған. Дүние шіркін, өтер бір күн, жарқыраған қайдасын ойын күлкі. Ризамын өмірге келгеніме, азды көпті қызықты көргеніме, азды көпті қызықты көргеніме. Бұл жалғанның түбіне жеткен бармай, тәубе қылдым Тәңірдің бергеніне. Тәубе қылдым Тәңірдің бергеніне. Ал енді міне Арыстан, керемет әніңе біз куә болдық. Тамаша, әрқашан әнің әуелей берсін, жүректен шыққан әнің жүректерге жете берсін деген тілек білдіреміз. Ал енді білесің, ертең есік қағып, жалпы халықаралық әйел қыздар мерекесі келе жатыр. Осы сәтті пайдаланып сұхбат барысында жалпы жақын туыстарыңды, өзіңнің аналарыңды, әпкелеріңді арнайылап құттықтасаң. Дұрыс айтасыз, Қайрат аға. Мына келе жатқан 8 март әйел қыздар мерекесімен барша әйел қыздарды шын жүректен құттықтаймын. Соның ішінде аяулы анам және әпкелерім, сонау шетелде Қазақстанда жеңгелерім, әпкелерім, әжелерім, баршаңызға 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Бәрекелді, рахмет Арыстан. Енді тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Бүгінде өзің орындап жүрген әндерің жалпы қайсы тақырыпта көбірек, қайсы тақырыпта қандай әндер орындайсыз? Менің орындауымда әндер көбінесе халық әндері, сосын белгілі әншілердің термелері, сосын енді мына отырыстарда арасында заманауи өлеңдерді қосып қоямыз. Заманауи әндерді желдіртіп қоямыз дейсің ғой. Сол көңілдірек болсын деп отырыс ба. Дұрыс. Көбінесе бірақ халық әндері. Көбінесе халық әндері. Расында да атыңнан айналайын халық әні жүрегімде келесің жаны бәлі деп, расында да халықтық сипаттағы әндер өлмейді, өшпейді. Ал қадірменді ағайын, бүгінгі біздің таза ауада алған сұхбатымыз осымен тәмам.
Жақсы күнде жолығайық, келесі жексенбіде жүздескенше.